Сәлем, мен есімім Гүлмира. Өзгеріс тренинг 3-ші поток қатысушысымын. Өзгеріс тренингіне барған кезде тренер Ерасыл мырза постоянно айтады, тренингтің соңына дейін шыдау деп. Басында түсінбейтінмін, соңына дейін шыдау деген сол кезде сіз неше түрлі эмоцияларды сезінесіз, ми ішіңізбен өзіңіз қарсыласасыз, кетіп қалғыңыз келіп, действительно соңына дейін шыдаған кезде өзгеріс сол кезде болады. Және сол кездегі тренердің айтқан бәрін оқушы состояниесіне түсіп орындасаңыз, өзгеріс бойыңызда міндетті түрде болады. Өзгерістің арқасында мен қызым қарым-қатынасымды жақсы деңгейге көтердім. Ішкі сезімім барлығы керемет. Және де 7 жыл өзіме рұқсат етпей жүрген аппақ, әдемі, кең, жап-жаңа үй алдым. Мен үшін үлкен нәтиже ол. Ассалаумағалейкум қазақ елі, ассалаумағалейкум Алталаш. Мен өзгеріс 3 күндік тренингтің 14-ші ағымының, 14-ші потогының түлегімін. Мен оған көптеген проблемалармен келдім. Қарыз мәселесі бар, әйеліммен қарым-қатынас дұрыс болмады. Туған туысқандармен дұрыс қарым-қатынас болмады. Жора жолдастарымен бәрімен айырылысып, бәрімен быт-шыт болып жүрген кез. Сол өзгеріске келген маған оңай болған жоқ. Бірақ мен өзіме сөз бердім, не болса да аяғына дейін өтем деп. Сол сіздер де қатысыңыздар, және жай ғана қатыспай аяғына дейін өтіңіздер. Барлық сол жерде тапсырмаларды, сода техникаларды шын жүрекпен, ықыласпенен қатысып, аяғына дейін өтіңіздер. Сол кезде мен сияқты 180 градусқа өмірлеріңіз өзгереді. Мен есімім Айгерім, мен өзгерістің 2-ші потогына қатыстым. Және өзгерістен кейін менде өте үлкен нәтижелер болды жеке өмірімде. Өзгерістен кейін бір 2 айдан кейін мен тұрмыс құрдым, одан кейін бөпелі болдым. Сондықтан өзгеріс менің жеке өмірімдегі үлкен нәтижелердің бір себепкері болды. Менде соңғы күннің сабағы өте қатты өтті. Соңғы күні ата-ана деген нәрсені разбирали. Мама деген өте түпкі жатқан бір какой-то бір моменттерді алып шықтық та, соны өзгерткеннен кейін менде взлет болды личный өмірімде. Сондықтан өзгеріске қатысыңыздар, өздеріңіздің керегіңізді именно аласыз, потому что іштегі запрос бәрібір орындалады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Бәріне сәлем, менің есімім Тілеужан, мен өзгерістің 3-ші поток қатысушысы боламын. Әрине өзгерісте 3 күн бойы қатысу оңай емес, бірақ қатысқаннан кейін өміріңіз түбегейлі өзгеретініне мен гарантия беремін. Келіңіздер, бірге дамиық, өсейік. Қатысыңыздар өзгеріске. Менің есімім Мөлдір Бекжан, мен өзгерістің 7-ші поток қатысушысымын. Өзгеріске келгеннен кейін шынымен де өмірімде 180 градус өзгерістер болды. Себебі алдымен жұмыстан жарты ставкаға ауысып кеттім, өзімнің курсымды сатып бастадым. Сосын жаңа жылда толық жұмыстан шығып кеттім. Бұрын ойлайтынмын, егер мен жұмыстан шығып қалсам, мен аштан өлем деп. Бірақ осы өзгеріске келгеннен кейін түсіндім, өзіңнің қалауыңа, армандарыңа қадам жасауға болады екен. Шынымен де өзгерісте мен соған қадам жасай алдым. Егер сізде өміріңізде осындай немесе бұдан да өзіңіз қалаған армандарыңыз орындалғанын қаласаңыз, 3 күн бойы сабақта отырыңыз, міндетті түрде нәтижесін көресіз.